Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Айгүлектің асханасы атты YouTube арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен мейіз қосылған кекстің рецептімен бөлісемін. Құрамы экранда көрсетілген. Ең алдымен біз қант пен майды алып, оны әбден миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқаны жарып, үшеуін қосып миксерлейміз. Арнайы кекстің формасын майлап, қою қамырымызды салып, 190 градуста қыздырылған пеште жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мейіз қосылған кексіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында жасауға болады. Шайларыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы.